Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызда біз механикалық қозғалыстың түрлеріне тоқталамыз. Яғни бір қозғалыстың қандай түрлері болатындығы жайлы. Ең алдымен мынадай мысал келтіретін болсақ, қандай да бір жолдың бөлігіндегі автомобильдің қозғалысын қарастырайық. Бұл жағдайда автомобиль әр уақыт бөлігінде бірдей жол жүреді. Ендеше, егер қандай да бір кез келген уақыт аралығында дененің жүріп өтетін жолдары бірдей болатын болса, ондай қозғалысты бізде бір қалыпты қозғалыс деп атайды. Яғни бір қалыпты қозғалыс кезінде жүрілетін жолдардың немесе орын ауыстырулар модулі бірдей болады. Біз бұл жағдайда түзу сызықты қозғалысты айтып жатырмыз. Қандай да бірлік уақыт. Ендеше, екінші бір қозғалыстың түрі бар, яғни ол әртүрлі жолдың бөлігінде әртүрлі жол жүру мүмкін. Оған мысал ретінде аялдамадан енді ғана қозғалған автобусты немесе бағдар шамға келіп тоқтап жатқан автокөлікті келтіруге болады. Бұл жағдайда оның жылдамдығы, автомобильдің жылдамдығы өзгереді, яғни ол барып тоқтайды. Соның нәтижесінде оның жүретін жолы қандай да бір уақыт аралығында әртүрлі болады. Әртүрлі болады. Ендеше бұл жағдайда қозғалыстың түрі ол бір қалыпсыз қозғалыс деп аталады. Енді бір қалыпты қозғалысты қарастырған кезде бұл жерде жаңа физикалық шама енгізейік. Ол бізде қандай да бірлік уақыт аралығында жүрілген жолды сипаттайды. Ол шаманың атауы бізде жылдамдық, V әрпімен белгіленеді, V жылдамдық. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Енді бір қалыпты қозғалыс кезінде, яғни белгілі бір уақыт аралығында жүретін жолдары бірдей болатын болса, бұл жағдайда біз жылдамдық жол бойында тұрақты деп айтыламыз да, оны қысқаша V константа деп жазыламыз. Өзгермейді, жылдамдығы тұрақты болады. Енді бір қалыпсыз қозғалыс кезінде жылдамдық өзгеріп отырады, әртүрлі болады. Бірінші участокте жылдамдықтың мәні бір болса, екінші бір бөлігінде жылдамдықтың мәні басқаша мәнге ие болады. Сол себептен бұл жағдайда орташа жылдамдық деген ұғым қарастырылады. Бұл жерде оны қысқаша V деп белгілейді, индексінде орташа жылдамдық. Орташа жылдамдықты табу үшін автомобильдің барлық жүрген жолын L жалпы деп қойық. Осы жолды жүріп өтуге кеткен барлық уақытқа бөлеміз. T жалпыға. Немесе L жүрілген жолдың жалпысын және уақыттың жалпысын келесідей ашып жазуға болады. Мысалы, L1 қосылған L2 қосылған L3 қосылған Ln. Егер n бөліп болатын. Дәл солай әр бөлікке жұмсаған уақыттарын да жазуға болады. T1 қосылған T2 қосылған T3 қосылған Tn. Сөйтіп біз автомобильдің жалпы қандай осы участокты қандай орташа жылдамдықпен өткендігін айта аламыз. Енді метр бөлінген секунд ол жылдамдықтың халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі. Сондай-ақ жылдамдықтың километр сағат, километр секунд деген сияқты шамаларда кездеседі. Қай жағдайда? Мысалы, автомобильдің жылдамдығын сипаттаған кезде ол километр сағатпен берілуі мүмкін, есеп шығару барысында. Ал мысалы, қандай да бір жарықтың таралу жылдамдығы ол секундына қанша километрге таралатындығы айтылуы мүмкін. Мысалы, 300 000 км секунд. Ендеше біз қандай да бір жылдамдықтың басқа бір өлшем бірліктерінен оның негізгі өлшем бірлігі, яғни халықаралық бірліктер жүйесіндегі берілген өлшем бірлігіне өтуін білуіміз қажет. Яғни ол бізде есеп шығару барысында маңызды болып табылады, өрнектей білу. Сондықтан да осы жылдамдықты өлшем бірлігіне айналдыруға бір мысал келтірейін. Мысалы, автомобильдің жылдамдығы сіздерде берілуі мүмкін 72 км бөлінген сағат. Бұл жерде километр бөлінген сағат шамасын бізде негізгі өлшем бірлікке, яғни метр секундқа айналдыру қажет. Ол үшін
төменгі жағына жазайын. 72 километрді біз айттық қой, кило тіркесі ол 1000 дегенді білдіреді деп. Ендеше километрді метрге айналдыратын болсақ, бізде 72 000 метр болады. 72 000 метр бөлімінде сағат. Бізде сіздер математика курсынан білесіздер, бір сағатта бізде 3600 секунд бар. 3600 секунд. Сол кезде міне көріп тұрғандарыңыздай метр секунд деген өлшем бірлікке келдік. Ары қарай өрнектеулер жүргізу негізінде біз 72 километр сағат ол 20 метр бөлінген секундқа тең екендігін айта аламыз. 20 метр секунд. Ары қарай енді метр секундтан километр сағатқа немесе керісінше өту үшін бірден мына формуланы қолдануға болады. Яғни 1 метр бөлінген секунд ол 3,6 километр бөлінген сағатқа тең. Яғни бізде берілген өлшем бірлікті километр сағатта берілген өлшем бірлікті метр секундқа айналдыру үшін біз 3,6-ға бөлеміз. Ал керісінше метр секундте берілген өлшем бірлікті, мысалы 10 метр секундты, оны 3,6-ға көбейтіп километр сағатқа айналдыра аламыз. Сол кезде мысалы 10 метр секунд дегеніміз 10 метр секундтағы 10 санын бізде 3,6-ға көбейтіп біз оның 36 километр сағатқа тең екендігін жаза алатын боламыз. Енді жалпы осы бүгінгі сабақ бойынша, яғни қозғалыстың түрлерін айтып өттік. Сіздер осы екі қозғалыстың түрлерін ажырата білу керексіздер. Яғни бір қалыпты қозғалыс пен бір қалыпсыз қозғалыс бір-бірінен немен ерекшеленетіндігінде, яғни олардың жүретін жолдары әртүрлі болатындығында, және де сіздермен бүгін жылдамдық деген физикалық шамамен таныстық. Оның негізгі өлшем бірлігіне қалай өтуге болатындығын айттық, және де қай жағдайда жылдамдығымыз тұрақты болады. Ал бір қалыпсыз қозғалыс кезінде жылдамдықтың мәні қалай анықталатындығын да айтқан болатынбыз. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша осы. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.